Жетім қыздың бақыты. Кейіпкер әңгімесі. Алматыға оқуға түсе алмай жылап-еңіреп универдің алдында отырмын. Мен сияқты он шақты қыз, он шақты жігіттер жүр. Түрлерінен көрініп тұр. Ашу, ыза, өкініш. Қыздар жылап жүрсе, жігіттердің қабақтары түсіңкі, ойға шомып кеткен. Ал оқуға түскендер қуанғаннан бал-бұл жайнап, жүздерінен нұр шашып, өздері сияқты оқуға түскендерді құттықтап, қол алысып жатыр. Қыздар алақандарын шапалақтап, бір орындарында секіріп мәз. Ауылға барғым келмейді. Енді не істеймін? Ауылда мені сағынып күтіп отырған ешкім жоқ. Әке-шешем қайтыс болған соң аға-жеңгеммен қалып көрмегенім жоқ. Жеңгемнің қытымырлығы кейде шектен шығып ағама мені сабатып та алатын. 6 баласын мойныма асып қойып, өзі көш көлемде жағалап, өсегін айтып, кешке мал келгенде ойбайды аттандырып салып қырып жоятын. Ас даяр болмаса да мен кінәлімін. Үй шашылып қалса да мен кінәлімін. Кір-қоқыс жиналып қалса да мен кінәлімін. Тіпті ағамның балаларының сабағы нашарласа да мен кінәлі болып жер жебіріме жететін. Соңғы 3 жылда шыдамның да шегіне жетіп әрең жүргем. Ағамның ашуы қатты еді. Әй-шайға қарамай сабай жөнелетін. Талай бетім көгеріп, сабаққа бармай қалған кездерімде болған. Соның кесірінен басқа сабақта өткен тақырыптарды түсіне алмай, сабағымда төмен, мектепті орташа біліммен аяқтағанмын. Мен сорлы, сол біліммен қалай оқуға түсейін? Жылап отырсам, қасыма бір жігіт келіп, қарындас, сіз сондай таусылмаңыз, келер жылы дайындалып келсеңіз, міндетті түрде түсесіз деді. Бетіне қарасам, кешегі күні менің құжаттарымды қабылдап алған, көзілдірік таққан жігіт екен. Сіз осында жұмыс жасайсыз ба? Дедім, танауымды, көз жасымды сүртіп тұрып. Мен 4-ші курс студентімін, деді мақтанышпен. Қандай керемет, сіз менің құжатымды қабылдап алдыңыз ғой, дедім сұраулы көзбен қарап. Иә, сондай шараға қатысқаным бар. Жазда Алматыда біраз тиын-тебен табам. Арасында жетекшімнің өтінішінде орындай саламын. Ол өзіме жақсы. Керек кезде жетекшіме батыл барып сұрана алам, деді. Жақсы екен, сіз бақыттысыз. Осындай университетте оқисыз, Алматыда жүрсіз, дедім жан-жағыма қарап. Сіз де оқисыз, асықпаңыз, дайындалыңыз, деп сондай мейірімді жүзбен қарады. Мен енді жігітке мұқият қарадым. Кең маңдайын кекілімен жапқан, сәл оңға таралған шашы қап-қара екен. Қалың, бірақ қысқа қасы, көзінің үстіне бір шөкім болып орналасқан. Көзілдірігінің астындағы көздері күлімдеп тұр. Жанары сәл ашық, қоңыр, кірпіктері ұзын. Көзілдірік орналасқан мұрны сәл томпиып келген, өте үлкен емес. Қызыл ерні теп-тегіс, иегі тап-таза, ұзын мойнынан жұтқыншағы шошайып көрініп тұр. Қысқа жеңді ақ жейде, классикалық қыры салынған қара-көк шалбар, тап-таза туфлі жалтырап тұр. Маңқасын ағызып жылап отырған мендей сорлы қызға мұндай жігіт неге көңіл болып отыр деп таң қалдым. Танысып қояйық деп қолын созғанда тіпті аузым ашылды. Барыс, деді. Мен күліп жібердім. Ең орынсыз қойылған есім менікі болар десем, мына жігітке барыс деп аңның атын қойыпты ғой деген ой келіп. Жүзік, дедім. Өз есімімнен өмір бойы ұялатынмын. Дені дұрыс Сәуле, Жанар, Гаухар, Айжан, тағысын тағы жақсы есімдер тұрғанда қайдағы жоқ жүзік деп қойыпты. Қайта Сақина деп қойып қоймағандарына шүкіршілік етем. Тіпті ашуым келеді. Өте қуаныштымын, жүзік деп қолымды ақырын қысып босатты. Есіміңіз ерекше екен, деп бетіме күле қарап. Айтпа, елде жоқ, сіздікі де, деп өзімді әрең тоқтаттым. Негізі дүңк еткізіп жетісіп тұрған жоқ деген сөз келген еді. Ол сөзді мәдениеттілікпен сақтап айтпадым. Иә, менің де есімім ерекше. Барыс деген негізі мықты аң. Сол аң сияқты мені де мықты болсын деп атаған болар, деді. Мен басымды изедім. Енді ауылға қайтасыз ба, деп әлі сыпайылық білдіріп отыр. Амал жоқ, қайтатын шығармын. Осында қалып дайындалмадыңыз ба? Қуана-қуана қалар едім. Тұратын үй жоқ. Мына күндері алыс құдашамдікінде болған едім. Енді кетуім керек, дедім күрсініп. Өкінішті. Болмаса мен сені дайындап курсына жатқызып, дайындығыңа көмектесер едім, деді сенге көшіп. Олай бола ма? Болады, бірақ ол ақылы, деп тоқтап қалды.
Ақылыма, оған шама жоқ дедім басымды салбыратып. Мен сенің құжаттарыңды қабылдадым ғой, отбасың туралы оқыдым, ата-анаңның арты жақсылығымен болсын деді. Менің ішіме от түсіп кеткендей көңілім одан ары қобалжып, өкіріп жылап жібердім. Барыс иығымнан ұстап, таусыла берме, тірі адам өмір сүру керек деді. Мен басымды изеп, бет-аузымды сүрттім. Негізі мен сені танимын, жүзік. Сен мені ұмытып қалыпсың деді күлімдеп. Мен қанша ойлансам да есіме түсіре алмай отырмын. Әкеңіздің Жексен деген досы бар. Мен сол Жексеннің ұлы болам. Мен 4-ші сыныпта оқып жүргенде біз ауылдан көшіп кеткенбіз. Әкеңіз сырым біраз жыл бізбен араласып жүрді. Біз де ауылға барғанда сіздердің үйлеріңізге баратынбыз. Мен сені ұмытпаппын. Кеше сенің құжатыңды оқығанда бірден есіме түстің деді күлімдеп. Аузым ашылып не айтарымды білмей отырмын. Мен сені даярлық курсына жазғызып қояйын. Сен біздің үйге жүр. Екеуміз бірге сабаққа дайындаламыз. Мені саған әкем жіберді. Әкесінің досы болғам. Достық қамқорлық берейін, бас тартпасын деді деп айтты деп сәлем айтты деп Барыс күле қарап отыр. Төбем көкке аз жетпей қуанғаннан Барысты бас салып құшақтап алыппын. Бір әкем тіріліп келгендей болды. Барыс мені құшақтамады, тек бір қолымен арқамнан қақты. Мен ұялып қалдым. Екеуміз қатарласа тұрдық. Үйге жүр, әкем күтіп отыр деді. Ыңғайсыз болмай ма дедім жатырқап. Алдымен барып таныс, сосын ары қарай не істеу керек екен әкеммен ақылдасып шешеміз деді. Мен келісіп Барыстың пәтеріне келдім. Жексен аға құшақ жая қарсы алды. Әйелі де сондай мейіріммен бетімнен сүйіп қал жағдайымды сұрады. 2 бөлмелі пәтер екен. Дастархан жайып қойыпты. Жексен әкенің бой жетіп отырған 2 қызы мен мектеп жасындағы тағы бір ұлы бар екен. 2 үлкен қыздармен сөйлесе отырып, балалық шақты бірге жүргеніміз есіме түсті. Алуа, Әлия деген қыздар. Алуа менен 1 жас үлкен, Әлия 1 жас кіші еді. Иә, талай төбелесіп ортамызға бар түсетінін айтқанын есіме түсті. Барыс бәрімізден үлкен, сен ұлсың, сенмен ойнамаймыз дейтінімді айтып ұялтты. Балалық шағым көз алдыма келіп бір масайрап қалдым. Қызым, сен қайткенде оқуға түсуің керек. Мына күндері басқа оқу орындарына барып, бос орын бар кезде тегін оқу орнына құжатыңды өткіз. Мамандығы маңызды емес, орын болса болды. Болмаса өкімет саған төлеп отырған көмек ақыны сен 18-ге келгенде тоқтатып тастайды. Ал оқу оқып жүрсең 25-ге келгенше төленеді. Ол да болса саған көмек деді Жексен әке ойлы көзбен. Ертең біз аралап шығамыз, тапқанымызға тапсырамыз деді келіншегі. Мен өте бақытты едім. Кеш бойы Алуа мен Әлияның қасынан шықпай әңгімелерін тыңдап, үй шаруасына көмектесіп, түнде үшеуміз бір бөлмеде жаттық. Алуа өте мінезді қыз екен, мені аса қатты жақтыра қоймады. Жатайық деп дайындалып жатқанда қасыма келіп, сен енді біздің пәтерге қымтырылысып тұрып алмассың, ана құжатыңды ауыстырып оқуға түссең кететін шығарсың деді тістенген дауыспен. Мен басымды изедім. Жексен әкенің әйелімен біраз оқу орындарына бардық. Бәрі толып болып шықты. Салым суға кетіп сүмірейіп, енді ауылға кететін шығармын деген оймен пәтерге келдік. Пәтерде тек Әлия ғана бар екен. Ол терезе жуып жатыр екен. Бірден көмектесіп кеттім. Бүкіл терезелерді жуып болған соң шайға отырдық. Жүзік, сен уайымдама. Мен сені училищеге болса да орналастырам. Ертең соларға барамыз, деді мейірімді көзбен Әлияның анасы. Тәте, сіз әбден әбігерге түстіңіз-ау. Мүмкін мен ауылға қайтармын деп едім. Қызым, сен олай деме. Біз кезінде осы Алматыға қаңғып келгенде жалғыз сенің ата-анаңнан қолдау көргенбіз. Жатқан жерлері жайлы болсын. Аға айына 1 рет іздеп келіп азық-түлікпен қамтамасыз етіп, ақша тастап кететін. Сол жақсылықты біз қалай ұмытайық? Болмаса, Жексенде де менде де ағайын туысы жетіп артылады. Бірі де қалдарың қалай демеген. Біздің қалада тұрып аяқтанатынымызға сенбеген. Енді ұялмай ұл қыздарын жіберіп көмектесіңдер дейді. Қызым, сенің ата-анаң алдында өтелмей қалған біздің парызымыз бар. Соны өтеуге мұрсат бер. Бізді жатсын ба? Бұл үйді өз үйім деп ұқ, деп жылап отырған менің шашымнан иіскеп құшақтады.
мейірімді жылы құшақтан тұрып мен ана мейірімін сезгендей болдым. Қаласаң тіпті мама деп атасаң да болады, деді. Мен тіпті құшақтап тұрып мама дедім. Сол күннен бастап маған Жексен әкенің әйелі мама атанды. Кешке Барыс, Алия үшеуміз Алматыда қыдырдық. Барыс бізді Көктөбеге апарды. Кешкі Алматыны төбесінен көріп таң-тамаша болдық. Барыс өте қамқор жан екен. Алия екеуміздің еркелетіп жаны қалмайды. Пәтерге оралғанымызда Алуа ашулы жүзбен қарсы алды. Мені неге шақырмадыңдар? Мен не, ішіп-жеп қояр деп пе едіңдер, деді. Келесі жолы шәкәрімді сені міндетті түрде апарам. Бұл жолы аяқ астынан ойланбай бара қалдық, деп Барыс ақталды. Болады, енді шақырсаң да бармаймын, шәкәрімді де жібермеймін, деп алдында күлімдеп тұрған кіші бала шәкәрімді құшақтап аралып кетті. Жексен әке мен мамам теледидар көріп отыр екен. Күліп амандасты. Жатын бөлмеге кіріп киімімізді ауыстырып, Әлия шығып кеткені сол еді. Алуа кіріп келді. Білгеніне шап беріп ұстап алып, сен көзіңді құрт, жоғал ауылыңа. Осыдан папама болмаса мамама бірдеңе деп айтатын болсаң, тіліңді суырып аламын, деді сыбырлап, бірақ тістенген дауыспен. Мен не айтарымды білмей басымды изедім. Көңіл күйім түсіп жаман болып қалдым. Таңды көз ілмей атырдым. Таңғы астың қамын мамаммен бірге жөндеп жүрмін. Үстелге Жексен әке, мамам, Барыс төртеуміз отырдық. Мектепке дейінгі балалар тәрбиешісін даярлайтын училищеде бар екен. Соған құжаттарыңды өткіз. Жатақханасында орын болса орын аласың, болмаса үйден барып оқы. Ол мамандық артық болмас. Келер жылы дәрігерлікке тапсырасың, деді Жексен әке. Мен қуанып мамама қарап едім. Ол кісі де қуанып отыр екен. Барыстың да көзі жайнап, көзілдірігін көтеріп қойып, міне шешім табылды, кеттік, деді. Мен қуанышынан ұшып тұрыппын. Барыс та тез тұрып есікке беттегенде менің есіме дастархан жинаспағаным түсіп, үстелге қайта бұрылдым. Менің ойымды уға қойған мамам, бара ғой, бар, мен өзім жинай салам, деді күліп. Тез киініп атқан училищеге бардық. Мен қабылдандым, тек жатақханада орын қалмапты. Сіз 1-2 ай күте тұрыңыз. Кейде сол аралықта орындар босап қалады. Сол кезде сізді бірден қабылдаймыз, деді. Апай, мен жалға пәтерді қайдан тапсам болады, дедім. Қалай, анау Көк базардан Мақатаева көшесімен көтерілсең, жетім бұрыш деген бір бұрыш бар. Сол жерде пәтер иелері тұрады. Түрлі бағаларын айтып, сол жерден өзіңе қолайлысын табасың, деді қолымен сыртты жақты көрсетіп. Рахмет апай, рахмет, деп сыртқа қуана шықтым. Сыртта тосып тұрған Барысқа жатақханада туралы ештеңе айтпадым. Ол күле қарсы алып, бәрі дұрыс па, деді. Иә, мен студентпін, деп қуанып тұрмын. Жүзік, сен бағана біз келген автобусқа отыр да біздің аялдамадан түс, жарай ма? Мен универге кеттім, шаруаларым бар, деді ойлы көзбен қарап. Мақұл, уайымдама, солай жасаймын, дедім сенімді дауыспен. Барыс мені жолдан өткізіп, өзі жүгіре басып кетті. Мен жетім бұрыш қайдасын деп тарттым. Апай айтқан жерге келдім. Адам көп, пәтер іздегендер де, пәтер беретіндер де шу-шу етеді. 10 шақты пәтерді қарадым, бағасы өте қымбат. Не істерімді білмей шеткері шықтым. Жексен әкенің үйіне Алуа үшін барғым келмейді. Болмаса басқалары керемет жандар ғой. Алуаны жамандап ол үйге сыя қоймаспын. Ренжісіп жүрсек сүйкімім кетер деген ойлар мазалап тұрды. Ағашқа арқасымен сүйеніп бір ағай тұр. Жасы шамамен 30-31 аралығында, ойға батып кетіпті. Қолында картон қағазға бөлме жалға берем деп жазып алған. Қасына барып, ағай, мынау не, деп жазған қағазын көрсетіп, ол ұйқыдан оянған адамша селк ете қалды да маған ойлы көзбен қарап, өз жазғанына үңілді. Маған қайта қарап, бір бөлмемді жалға берем, деді бетіме қарап, ойлана қарап. Сонда қалай, дедім түсінбей. Ол көзін шыпылықтатып, одан арман таң қалған жүзбен тесілді. Мақатаев пен Пушкин көшелерінің қиылысында 4-ші қабатта менің 2 бөлмелі пәтерім бар, соның бір бөлмесін жалға берем, деді. Әлі ойлы көзбен қарап. Солай да беріле ме деппін. Білмеймін, беріле ме жоқ па, мен солай берем, деді қабағын түйіп.
Қанша ақша сұрайсыз дедім, мен де таңғалғанымды жасыра алмай. Ағай қолындағы қағазын төмен салбыратып, ағаштан бері жылжып қасыма жақындады. Сен пәтер іздеп жүрсің бе деді, басымнан аяғыма дейін түгел қарап. Иә, 1-2 айға, сосын жатақханада орын босаса кетем дедім. Маған ұзақ уақыт тұратын керек еді. Мен аса қымбат сұрамаймын. Маған коммуналдық төлемге көмектессе болды деді, қабағын түйіп жан-жағына қарап. Картондағы жазбасын кеудесіне жақындатып маған қабағын көтеріп иығын қиқаң еткізді. Мен үндемедім. Әй қызым, саған пәтер керек пе? Менде пәтер бар. Сен қанша төлей аласың? Мен осынша деп тұрмын, деп қасыма бір келіншек келді. Бағаларымыз келіспей ол да кетті. Менде времянка бар, жылы жақсы, осынша деп тұрмын. Жүр, деп тағы бір келіншек келді. Бағасына тағы да келіспедік. Бірде бағанағы ағай, қарындас, сіз менің бөлмемді көрсеңіз қалай болады, деді. Сізге ұзақ уақытқа керек дедіңіз ғой, мен кетіп қалсам деп едім. Кішкене тұрыңыз, сосын тағы табылар. Күн суығанда адамдар жататын орын көп іздейді, деді. Мен не дерімді білмей тұр едім. Бір қыз, 2 адам қабылдайсыз ба, деді. Қызға мен де ағай да ойланып қарадық. Кешіріңіздер, маған тек жататын орын болса болды. Базарда сауда жасаймын, деді жылдам. Алдымен көр, сосын бағасын айтамын. Қымбат сұрамаймын, деп ағай үйіне қарай ертіп жүрді. Жолда қызбен таныстым. Есімі Ардақ екен. Пәтерге келдік, тап-таза жиһазға толы екен. Мына бөлме, деді ағай сәл күрсінген дауыспен. Ұнамаса мына қонақ бөлмені иеленіңдер, деді. Мен ойланып тұрмын. Ас бөлме мынау, қалағандарыңша қолданыңдар, деді ас бөлмені көрсетіп. Ас бөлмеде тап-таза. Маған керек емес, мен тек қонуға келем, деді. Мен әлі ойланып тұрмын. Ағай маған не дейсің дегенде көзқараспен қарады. Ал енді бұл пәтерде неше адам тұрасыңдар? Мен шаршап келгенде тыныш ұйықтай алам ба, деді Ардақ. Мен 8 айлық кішкентай қызыммен тұрамын, деді ағай көзі жайнап. Жоқ. Маған келмейді. 8 айлық болса ол жылайды. Кешір, мен басқа жер іздеймін, деп Ардақ зытып шығып кеткенде мен тұрған жерімде әлі тұр едім. Ағай маған қарап, сіз не дейсіз, деді. Ағай, мен білмеймін, деппін. Білмейтін несі бар? Балалы үйде тұра аласың ба, жоқ па? Мәселе балада емес, қанша төлеймін сол жағында, дедім. Қысылып. Қарындасым, менің әйелім қайтыс болды. Міне 4 ай өтті. Мен нәрестемді қарап жұмыссыз үйде отырмын. Жұмысқа шығайын десем қызыма қарайтын ешкім жоқ. Біз әйелім екеуміз де балалар үйіненбіз. Жақын туысым жоқ. Қызымды ол жерге өткізгім келмейді. Маған тек коммуналдық ақшаны төлеуге көмектессең болды. Артық сұрамаймын. Қай бөлмені босат дейсің, сол бөлме сенікі. Қызым тыныш, өте ақылды. Қазір көш апайдікінде. Сіз тұратын болсаңыз, оны айтыңыз. Тұрмайтын болсаңыз, оны айтыңыз. Мен қызымды әкелейін, деді есікке беттеп. Тұрам, дедім. Арты не болады деп ойламай, ең бастысы алуамен тістеспейін, отбасыларына реніш тудырмайын деген оймен жатақханаға қайта жүгірдім. Кіре салып апайға, апай, ертең мен бауырыммен осында тұрамын деп келемін. Сіз бір бөлмені көрсете салыңызшы, өтініш. Сосын мен бауырым кеткен соң бірден жалға алған бөлмеге кетемін, дедім. Ойбай қой, сен ертең бірдеңе ұшырасаң, басымен жауап берер шамам жоқ, деді бажылдап. Апай, мен ештеңе ұрынбаймын. Сіз өзіңіз айттыңыз ғой, орын босауы мүмкін деп. Сол кезде қайта келем. Апай, қаласаңыз мына жерді жуып шайып берейін. Тек мені осында тұрады деп салыңызшы. Мен де сізге бір көмегімді тигізермін, өтініш. Сізге қарыздар болам, дедім жалынып. Жарайды, сабақ басталғанда белгілі болады. Орын босайды ма жоқ па, әлі 10 шақты күн бар, деді. Орын босай салысымен мен келем, сізге көмектесем, уәде берем, дедім апайдың қолынан ұстап. Жақсы, кел ертең, деп апай қалды. Мен Жексен әкенің пәтеріне келгенде шамамен Шәкәріммен аулада жүр екен. Жаңалықты естіп, жатақханада орын болғаны тіптен жақсы болды, деді де сәл күлімдеп маған қарап. Сен жаман ойлама, ана Алуаның мінезі шатақ, сол сені ренжітіп қояма деген уайым, деді қолынан ұстап. Мама, мен бәрін түсінем, дедім. Сен сенбі-жексенбі келетін бол, ағаң да барып тұрады, деді. Мен басымды изедім. Пәтерге көтеріліп, есіктеріне кіргенім сол еді, алдымнан тесіле қарап Алуа шықты. Сен тағы сүмірейіп келгенсің бе? Деді еріндерін қисайтып, сүйкімсіз күйін көрсетіп. Таңертең кетем, дедім. Дұрыс бар. Менің әке-шешеме ештеңе айтпадым ба? Оларға не айтуым керек?
Дұрыс, деді астыңғы ернін шығарып. Ертеңіне Барыс мені жатақханаға ертіп келді. Комендант апай бір бөлмені көрсетті. Мен сол жерде тұратын болып қалдым. Барыс кетісімен мен апайға алғысымды білдіріп пәтерге келдім. Қоңырауды басып күтіп тұрмын. Сәл кешігіп есікті ағай ашты. Құшағында сүп-сүйкімді нәресте, доп-домалақ көздерімен маған қарайды. «Қош келдіңіз», деді ағай, бір қолынан келесі қолына қызын ауыстырып, маған оң қолын созып. Мен қолымды беріппін. Ол кісі күлгендей болып қолымды сәл қысып амандасты да қолымдағы сөмкемді ұстады. Сөмкемді алмақшы болғанын сол кезде түсіндім. Маған жатын бөлмені босатып қойыпты. Бір кісілік төсек, терезе алдында биік стөл орындығымен, жарға ілінген кілем, жерде палас, бұрышта шифонер, басында кітап сөрелері бар жарға тағылған шкаф. Ағай шифонердің есігін ашып, бос тұрғанын көрсетіп тұрып, босатып қойдым. Емін-еркін қолданыңыз. Мынау бөлмеңіздің кілті. Мен құлып салып қойдым. Түнде ілгенге ішінен ілгіште жасадым, деп есікті көрсетті. Рахмет, дедім. Сіз батыл екенсіз. Тегінде жалғыз басты еркектің пәтеріне жалғыз қыз тұра қоймас деп ойлап едім, деп сәл күлгендей болды. Дәл осы уақытқа дейін мен бұл кісіні жалғыз басты еркек болмайды деген ой болмағанына таң қалдым. Мен бұл кісіні жалғыз басты кішкене қызы бар ағай деп қана қабылдаған едім. Өзім ұялып қалдым. Бетім ду етіп ысып кетті. Ренжімеңіз, мен сені көршілеріме балалар үйінен келген танысым дей салдым. Бір-бірімізге аға қарындас болып қамқорлық жасайық деп кіргіздім деп айттым. Сіз ренжімесеңіз, деді ойлы көзбен қарап. Дұрыс айтыпсыз, дедім. Аға қарындас қамқорлығы қандай болады деген ой келді. Танысып қоялық, менің есімім Рүстем, қызым Анель, деді. Қыз әкесінің бет-аузын ұстап, аузына мұрнына апарып, біресе маған қарап қояды. Менің есімім Жүзік болады, дедім. Бірінші түн тыныш өтті. Мен ол күні тек шай ішіп жаттым. Ертеңіне таңертең Рүстем ағай ас бөлмеде иісін бұрқыратып ас әзірлеп жатқан соң, мен бөлмемнен шықпай сабақ оқып отырғам. Есік қағылды. Ашып едім, күлімдеп қарап Рүстем ағай шайға шақырды. Жүзік, жүріңіз, бізбен таңғы ас ішіңіз, деді. Ағай, рахмет, сіздер іше беріңіздер, мен сосын ішемін, дедім сасқалақтап. Жүзік, бір үйде тұрып бөлек-бөлек ас ішкеніміз дұрыс болмас. Анеля екеуміз жалғыздан жалғыз отырғанға жалықтық, бізбен бірге болыңыз, деп ас бөлмеге кетті. Мен жуынып ақырын ас бөлмеге келдім. Дастарханды жайнатып қойыпты. Қуырылған жұмыртқаны тарелкаға бөліп салып қойыпты. Анель өз орнында отыр екен, күліп қояды. Ағай, мен бүгін барып азық-түлік аламын, дедім. Қысылмай жеп ішіңіз, деп Рүстем қызмет көрсетіп жатыр. Мен ойланып отырмын. Осы мен ақмақпын ба, жындымын ба, қалай артын ойламайым, мына еркектің пәтеріне кіріп алдым, неге қалай тұрам, қалай жүрем деп ойламадым. Жексен әке білсе не ойлайды, осы менің басым қақпайды деймін. Түстен кейін азық-түлігімді әкеліп, тоңазытқышқа салып, өзімше бір ерекше ас әзірлейін деп лағман жасауға кірістім. Рүстем ағай қызымен далада жүрген. Асты әзірлеп қойып тосып отырмын. Олар келгенде асқа шақырдым. Міне керемет, мен еш уақытта мынандай дәмді лағман жемеппін, деп мақтай отырып Рүстем ағай ас жеді. Дастарханды бірге жинап мен бөлмеме кірдім. Рүстем ағай дегенмен өте қамқор жан, қызына сондай сүйіспеншілікпен қарайды. Тазалықты қатты қадағалайды екен. Барлық жағынан ебі бар жан. Арада бір ай уақыт өтті. Училищенің алдында Барыс бір-екі рет маған жолығып, қал жағдайымды білді. Мен өзім бір рет Жексен әкенің пәтеріне барып қайттым. Мамам толтырып азық-түлік салып беріп, келіп тұруымды өтінді. Арасында комендант апайға жолығып қоямын, әлі орын жоқ. Рүстем аға мен Анеляды да бауыр басып алдым. Кешке бірге серуендейтін болдық. Асты бірге даярлаймыз. Анельді бірге шомылдырамыз. Анель тоқтамай еңбектеп менің бөлмемді тоқылдатып тұратын болды. Мен тіпті есігімді ілмей ашық қоятын болдым. Анель жар жағалап жүреді, маған келеді, мен ойнатам. Рүстем ағай ағаштардан түрлі өрнек салып, әртүрлі заттарды жасайды. Соны жексенбі күні базарға апарады. Кейде тапсырыс алып, соны күнімен түнімен жасайды. Рүстем ағай ұлты қазақ емес, бірақ қазақша судай. Бет әлпеті де қазаққа келмейді. Үлкен көк көзді, сарғыштау, селдір жұқа шашты, қыр мұрынды,
ат жақты әдемі кісі. Ұзын бойына сәйкес келген ұзын қолы, ұзын саусақтары өте епті. Жасаған дүниесіне қарасаң көзің тоймайды. Анель әкесіне ұқсамаған, қара қыз, үлкен қара көзді, шашы қалың шығып келеді. Өте сүйкімді. Рүстем аға Анельді анасынан аумайды деп айтады. Екінші ай өтті, жатақхана жоқ. Мені баршы іздеп келетін болды. Сабақ туралы айтып, дайындыққа барғанда сағатына қасына отырып, көп сауатымды ашып жүр. Кешке біраз қыдырып та қайтатын болдық. Барыс сағат 10 болмай мені жатақхананың алдына әкеліп тастап кетеді. Мен барыс алыстаған соң пәтеріме жүгірем. Кілтім бар, пәтер есігін ақырын ашып кірем. Кейде Рүстем аға қарсы алады, кейде жұмысымен отыра береді. Мен ояу отырғанын көріп амандассам басын изеп қояды. Жаңа жылда келді. Мені Жексен әкенің үйіне жаңа жылда қарсы алуым керек екенін Рүстем ағаға айтып жүргенмін. Ол салқын ғана бас изеген. Жексен әкейдің пәтеріне енді жақындап едім. Тоқта, қоңырауды баспа деген дауысқа қарасам Алуа екен. Жоғары қабаттан түсіп келе жатыр. Қасыма келді де, сен сүмеңдеп тағы келдің бе? Осы саған не керек? Неге өз жайыңмен кетпейсің? Сен үшін әке-шешем күнде ұрсатын болды ғой, деді төбемнен түйіліп. Олар неге ұрсады? Сен білмейсің бе? Пәлесін қара, періште болып көрінгің келеді, иә? Оның болмайды. Мен сені орныңа қоямын, деді білегімнен жұлқылай жоғары қабатқа тартты. Барыстың басын шыр айналдырыпсың ғой, кешке дейін жүзік дейді. Анам соған ашуланады. Ол кісі сені қызым деп бауырына басса, сен оның ұлының миын улап жүрсің, деді. Мен біртүрлі болып мамамның алдында айыпты адамдай сезіндім. Сен келген жағыңа кет, мынаны әкел, мен бере салам, деп қолымдағы тортты жұлып алды. Айтам, достарымен жүр екен, сәлем айтты деймін. Сен бар пәтеріңе кірме, әйтпесе бар сен келеді деп дайындалып есі шығып жүр. Анамның көңіл күйін түсірме, деп арқамнан итеріп төмен түсірді. Мен үнсіз пәтеріме келдім. Есікті ашып кірсем, Рүстем аға күлімдеп тұр екен. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.